Киелі кітапта өте маңызды сөздер бар. Қазіргі адамға мұқият өмір сүруге көмектесетін сөздер. Олар былай естіледі. Кім тұрмын деп ойласа, құлап қалмау үшін сақ болсын. Жүрекке арналған сөздер. Асқақ жанның жүрегіне, әр қайсымыздың жүрегімізге, ертеңіне сенімді әрбір жанның жүрегіне. Өзіне сенімді кез келген адамға, өмірдегі тұрақтылығы оның болашағының тұрақсыздығына көз жұмған кез келген адамға. Қазір жақсы болса, әрқашан солай болады деп кім ойлайды? Егер қазір тоқ болсам, мен ешқашан аш болмаймын. Ал егер сау болсам, онда өмірдің бәрін алуға болады. Бірақ мұндай сенімділік өзінен өзі пайда болмайды, достар. Оны шайтан адам бойына сіңіреді. Адамның өмірі тек өзінің қолында деп ойлауы шайтан үшін маңызды. Ол өзінің жетістігіне сену үшін жалған шабыттандырады. Ал егер ол орын алса, ол бұл табыс тұрақты деп жалған шабыттандырады.